Bismillah деп biz 12-ci qavatqa chiqib keldik. Skvoznoy бет маңдайда Osh City мынакей. Крандары жарқырап тұрады бұл жағы. Мынау жаңы базар, объездной жол, достық шекарасы, жаңа автобекет, мектеп, балабақша, маршрут каттам, такси каттам абдан ыңғайлы. Жарқыратып сонны қылып үйде бүтіріп тұр. Мынау мебелдерді қараңызшы. Биринчи хозяин болып сізге өтөт. Стандарт строй құрған дом. Мебелдер жаңа алып келіптір, ремонты мощный, 88 квадрат метр, псобада қойылады 1150-ден. Түші беру жолы бар. $10,000 чейін жаңа машина болса қошу берсеңіз болады, қалғанını нақталай қылып берсеңіз болады. Бұл жағы болса жуынып тарамшы бөлме, айлана тегереге толы кафелденген ыстық су, мұздақ су бар. Бұл жағы болса ажатхана, мынакей. Аристон қойылған, айлана тегереге толы кафелденген. Бұл жағы болса ашқана. Мебелдер жаңа қойылған, отопление батарейкалары қойылып тұр, екі көзі газ, су шығады, бүт бардығы майдың жіті шығып кетеді, терезелері сонын, сквозной деп айттым. Бұл жақтан болса аэропортқа түшіп кетесіз, бұл жағы ХБК, объездной жол, достық шекараны айттым, мектеп, балабақша, жаңа автобекет, бүт бары жақсы. 88 квадрат метр, 1150-ден. Түші беру жолы бар, документ ДДУ, бүт бардығы жақсы. Сыртқы темір-ешік бұрынаш. Күзгі қойылып тұр. Соның басында қойылып тұрған. Дивандарды қара, диван креслолар. Биринчи сіз хозяин боласыз. Ремонт толық бүтіп тұр. Қара. Аламын деген ағайын достарға бөлішіп қойсаңыздар болады. Іштейді. 12-ден 11-ге түшіп келдік мінеки. Бұл жақ подъезд мына қараңыздар. Соның бүтіп тұр. Стандарт строй құрған дом. Бұл өзі балдар ойыны чаянчасы бар. Отдельный топкасы бар. Судан мәселе жоқ, светтен мәселе жоқ. Отопление жақшы. Мынау жер жаңа автобекет. Жаңа автобекет. Достық шекара, объездной жол, мектеп балабақша ыңғайлы. 12-ші қабат, лифт іштейді.